Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қымбатты достар, үлкен өтініш отау наурыз бағдарламасына қатыссам деп, немесе өтінім берген таныс, тамыр, жақын, барша группа, чат, WhatsApp бәріне таратсаңыздар осы бейнероликті. Өте бір керемет сәттер айтылатын болады қазір достар. Өте керемет сәттер, керемет өзгеріс. Мақсатпен YouTube каналында 200-ден астам баспана мәселесіне байланысты бейнероликтер бар. Подписаться басып қойсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Достар, отау наурыз бағдарламасы бойынша пособия негізгі табыс көзі болып саналатын болды. Енді кішігірім предыстория деймін, соны айта кетейік. Отбасы банкында негізінде жалпылама негізгі табыс және де қосымша табыс көзі деген түсінік бар. Негізгі табыс түріне бағанағы жалдамалы қызметкердің жалақысы, жеке кәсіпкердің табысы, пенсия, тағы да басқа дегендей бағанағы тізім бар. Енді мысалы мемлекеттік бағдарламаларда бағана 2020 қазір енді сөйтіп айтатын болдық қой, бұрын бақытты отбасы, шаңырақ, нұрлы жерді өшетін едік. Қазір концепция 2020, 5-10-20 деп өзгертіп тастады ғой. Ол тарапта бағанағы мынандай түсінік бар еді. Яғни негізгі табыс көзі, жалақы, қосымша, егер де сол бағдарламаға қатысып отса, қосымша табыс ретінде бағана пособиені көрсетсеңіздер болады деп. Мысалға, 50-де ондай түсінік жоқ. Пособие қосымша табыс ретінде саналмайды. Міндетті түрде немесе сіздің жалақыңыз болу керек, бағанағы стипендия, пенсия, тағы да басқасы деген жалдамалы кәсіпкердің табысы. Енді отау және де наурыз бағдарламасына қатысушы жандарға отбасы банк тарабы бір әдемі жеңілдік жасап отыр. Мысалға, мынандай отбасылар болуы мүмкін. Елестетіп көріңіздер, көп балалы отбасы. Жұбайы декретте немесе үйде отыр дейікші, мүлде жұмыс жасамайды, үйде отыр. Жұбайы жұмыс жасайды, бірақ ресми емес, пенсионға түспейді. Енді бұның алдындағы шарт талаптарды қарайтын болсақ, ол кісілер не отауға, не наурыз бағдарламасына қатысқанымен бағана конкурстан өтсе төлем қабілеттілігін растай алмайтын. Себебі негізгі табыс көзі жоқ. Енді жаңа өзгерістерге сәйкес пособия, қазір мен тізімін айта кетемін, негізгі табыс түрі болып саналатын болды отау мен наурыз бағдарламасында. Және де, бірақ ескере кететін жайт достар, пособияның көлемі үлкен болмағандықтан мен мына жерге жазып қойдым. Менің ойымша көптеген жандарға қосарлас созаемшік қажет болады. Қосарлас созаемшік дейді оны қазақша. Созаемшіктер қажет болады. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Қандай пособия түрлері енді бұйыртса осы отау наурыз бағдарламасы бойынша төлем қабілеттілігін растайтын кезде негізгі табыс түрі болып саналатын болды. Бірінші, мүмкіндігі шектеулі жандардың алатын пособиясы. Енді бұл негізгі табыс түрі отау мен наурыз бағдарламасы бойынша. Жасымен немесе қызмет еткен жылдар үшін пенсияға қосымша берілетін пособия. Повысылу келеді бағанағы. Пенсияға шықты, пенсиясын алып жатыр, қосымша мемлекет тарапынан пособия төленсе, ол да негізгі табыс түрі болып саналатын болды. Үшінші, асыраушысынан айырылған отбасыларға төленетін пособия. Енді ол жалпы түсінікті. Төртіншісі, мүмкіндік шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасыларға төленетін пособия. Бесінші, көп балалы отбасыларға төленетін пособия. Алтын алқа, күміс алқа, мать героиня және де материнский слава орденінің бағана бірінші, екінші степенінде осы кісілерге пособия төленеді. Ол да отау наурыз бағдарламасы бойынша негізгі табыс көзі. Алтыншы, жұмыс берушіде немесе сақтандыру компаниясынан өмір бақи немесе шектеусіз төленетін пособия. Енді достар, бұл былай ғой, мүмкін сіз үшін бұл жай ғана бір ақпарат көзі болып саналатын. Жарайды, пособияларды қосыпты, біз пособия алмаймыз, жақсы деп өткізіп жіберетін. Бірақ қаншама отбасылар бар. Қаншама отбасылар бар. Негізгі бағанағы жалақысы жұмыс жасайды, бірақ ресми емес. Бірақ үйде отыр да, әйел көп балалы отбасының пособиясын алып отыр. Қатыссын да. Міне көп балалы отбасының пособиясын көрсетсін. Көлем үлкен емес, бірақ ол кісіде зато қосарлас созаемші тартуға мүмкіндігі болады ғой. Максималды 2 қосарлас созаемші тартуға мүмкіндігі болады. Яғни ол кісінің деген отау және наурыз бағдарламасына қатысып өтіп жатса, мүмкін төлем қабілеттілігін растауға деген үміт ашылады достар. Әрине, бұл бағдарламалардың толыққанды бағана шарт талаптарымен танысам десеңіз, осы Мақсатпен YouTube каналында алдын түсірілген бейнероликтер бар достар. Аха, таратайықшы. Мына пособия түрлері осы бағдарламалар бойынша негізгі табыс көзі. Достар, керемет емес пе, таратыңыздар. Егер қандай да бір сұрақ туындап жатса, біз Астана қаласы, Бейімбет Майлин 19, Таймас бизнес орталығы, 5-ші қабат 502 мекен жайы бойыншамыз.
Колл центріміздің нөмірін осы бейнероликтің астына жаза кетемін. Алдын ала бағанағы толыққанды мекен-жайды 2 кеш жібер, тағы да басқа дегендей біліп барып, немесе кеңеске өзіңізге ыңғайлы уақытқа алдын ала жазылып қойып келсеңіздер болады. Әзірге біздің кеңсеміз Астана қаласында. Сол достар, бізде консультация да бар, консультация тегін, ипотека бойынша толыққанды сопровождениеде қызметі бар. Мына ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Таратайықшы достар. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.